Саламатсыздар ма, құрметті 3 сыныптың оқушылары, мен бүгін сіздерге 3 сыныптың математика сабағынан 22 сабақпен, яғни ауданның өлшем бірліктері деген тақырыппен таныстырып, соған сәйкес есептерін шығарту жолдан түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бірінші тапсырмада суреттегі әрбір берілген аумақты толтыру үшін қанша тақта тас керек, соны есептеп көрсетіңдер дейді. Бұл жерде өзі кішкене бір белгілермен беріп көрсеткен. Мына жерден біз бірінші мынаны қарастырып аламыз. Бұл жерде яғни 1, 2, 3, 4. Мына жерге 4 керек. Мына жерге 1, 2, 3 керек. Мына жерге 2 керек. Енді барлығын қосып шығамыз. 4 қосылған 3 қосылған 2 тең 9 болады. Біріншісіне 9 қажет екен. Келесі біреуін есептеп шығамыз. 1, 2, 3, 4. Біріншісіне мына жерге 4 керек екен. Яғни мына жерге 4, мына жерге 1, 2, 3 керек. Екінші қатарға 3 керек мына қатарға. Мына қатарға 2 керек, мына қатарға 1 керек. Мына жақта 1 керек, мына қатарға 2, мына жерге 3, мына жерге 4 қажет. Енді осының барлығын қосып шығамыз. 4 қосылған 3 қосылған 2 қосылған 1, мына жақта қосылған 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған 4. 4-ке 3-ті қостық 7, оған 2-ні қостық 9, оған 1-ді қостық 10. Мына жақта да дәл сондай 10, сонда 20. Жалпы 20 данасы қажет екен, яғни жеке-жеке есептеп мынадай сызу арқылы белгілеп шықсаңдар да болады. Міне қанша уақыт керек екен, осы жерден де шығады. Міне 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 дегендер. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма номер 2 тапсырма. Үлкен аудандарды ірірек өлшем бірліктермен өлшейді, яғни үлкен аудандарды. Ол мысалы метр, дециметр, я болмаса сантиметр. Дәптер кішкентай болғандықтан оны сантиметрмен өлшейміз. Одан үлкен заттарды дециметр, одан үлкен метр, одан кейін километрмен өлшенеді. Дәптердің қабырғасы 10 сантиметр, немесе 1 дециметр болатын шаршысыз. Бұл 1 дециметр квадрат. Осы шаршының ауданын полетканың көмегімен тап дейді. Келесі біреуінде сәуленің бөлмесінің еденінде қабырғалар 1 метр болатын шаршы тәріздес кілем жатыр. Бұл 1 метр квадратты белгілейді. Яғни мына 1 метр квадрат дегеніміз, яғни мына жағында 1 ұзындығы да ені де 1-дей болатын шаршы, яғни 1 метрде 1 метр болатын, соны біз шаршы, яғни метрмен өлшегендіктен оның ауданы метр квадрат деп есептелінеді. Саяжай және бау-бақшалар ауданын сотықпен өлшейтін білесіңдер, яғни сотық. 1 сотық дегеніміз, яғни қанша еді? 10.000 метр квадрат шығу керек. Ал мына жерде 1 дециметр квадрат дегеніміз 100 сантиметр квадратты береді. 1 метр квадрат дегеніміз 100 дециметр квадрат, ол 10.000 сантиметр квадратты белгілейді. Келесі, инженер-конструктор 1 метр квадратпен 1 дециметр квадраттың кішірейтілген сызбасын салды. 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екенін есепте, 1 метр квадратта қанша дециметр квадрат барын есепте деп тұр. Мына жерде көрсетті ғой. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар, ал енді 100 сантиметр квадратта 1 дециметр квадрат бар. 1 метр квадратта қанша дециметр? 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Міне. Яғни мына жерін біз сантиметрмен көрсетіп береміз. 1 дециметр квадрат дегеніміз 100 сантиметр квадрат. 1 метр квадрат дегеніміз 100 дециметр квадрат деген сөз. Міне 10-нан, міне 10 деген сөз ғой, сонда 10-ды 10-ға көбейтеміз. Міне мына жақта 10 дециметр, мына жағында 10 дециметр, сонда 10-ды 10-ға көбейтеміз, 100 дециметр шығады. Мына жерде де дәл солай 10 сантиметр, мына яғы 10 сантиметр, 10-ды 10-ға көбейтеміз, сонда 100 сантиметр квадратты береді. Келесі, жай ғана есептеу берілген. 5 метр квадрат қосылған 45 метр квадрат, екеуінің қосындысы 50 метр квадратты береді. Келесі 9 метр квадратты 4-ке көбейтеміз, ол 36 метр квадратты көрсетеді. 35 метр квадратты 7-ге бөлеміз, ол кезде 5 метр квадратты береді. Келесі 500 метр квадраттан 235 метр квадратты азайтамыз, ол кезде 265 метр квадрат береді. Келесі 35 метр квадратқа 29 метр квадратты қосамыз, 64 метр квадрат. 3 дециметр квадратқа 506 дециметр квадратты қосамыз, 509 дециметр квадрат береді. Келесі тапсырма. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал 4-сіне 15 килограмм
картоп өлчеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлчеді? Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан 3 көбейген 5 қосылған. Ал төртіншісіне 15 килограмм тағы 15 килограмм. Барлығы қанша деп тұр? 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, 15-ке 15-ті қосамыз 30. Жалпы 30 килограмм, яғни жауабы. Қорапта 25 килограмм кәмпит бар. Кәмпит 5 қағаз қапшықтың әрқайсысына 2 килограммнан салынды. Қорапта қанша килограмм кәмпит қалды? Қорапта 25 килограмм кәмпит бар. Одан кәмпит 5 қағаз қапшықтың әрқайсысына 2 килограммнан салынды. 5 көбейген 2. 25-тен 5 көбейту 2-ні азайтамыз. 25 азайған 10 болады. Бұл жерде 15. Демек 15 килограмм қалды. Қорапта қанша килограмм кәмпит қалды? 15 килограмм. Келесі, мектеп асханасында 4 үстелдің әрқайсысына 8 орындықтан және 1 үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлығы неше бала тамақтана алады? 4 үстелдің әрқайсысына 8-ден 4 көбейту 8 қосылған, біреуіне 12 деп тұр. 12. 4-ті 8-ге көбейтсек 32, оған 12-ні қосамыз, 12-ні қоссақ 44 деген шығады. Яғни жалпы 44 деген. Түсінікті болса, келесі тапсырма көшеміз. Келесі тапсырма, яғни соңғы тапсырма, тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Қарастырамыз, қандай тәсіл бізге тиімді болады, соны көрсетіп шығамын. Қараңдар, 23-ке 77-ні қосу бізге оңайрақ болады. Себебі бұл жерде ал енді 23-ке 77-ні қосамыз, бұл жерден 100 шығады, оған 89 қосамыз. Яғни тиімді тәсіл деп тұрғанымыз оңайрақ есептелу жолын қарастырамыз, 189 шығады. 44-ке 56-ны қосамыз, 100 шығады, оған 78 қоссақ 178 шығады. Келесі 223-ке 277-ні қосамыз, 500 шығады, оған 389-ды қоссақ 889 шығады. Келесі 256-ға 144-ті қосамыз, 400 шығады, оған 578 қоссақ 978 шығады. Мына екеуіні қосамыз, сонда 300 шығады, оған 289 қоссақ 589 болады. Келесі мына екеуін қосамыз, бұл жерде 700 шығады, 278-ді қоссақ 778 деген жауап алынады. Яғни осындай бір жұптап қосу кезінде оңайрақ нұсқаларды қарастырып қосып шығамыз. Бүгінгі сабақ осымен тәмам, сау болыңыздар.